Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен құрамына сүт қосып жасалатын Mia Sapa французскийдің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен бізге 2 пияз керек болады. Пиязымызды домалақтап, жіңішкелеп тура боламыз. Енді бізге 4 картошка керек болады. Орташа үлкендіктегі картошкаларымызды жұқалап тура боламыз. Және помидорларымызды видеода көрсетілгендей домалақтап жұқалап турап аламыз. Барлық салмаларымызды турап болғаннан кейін, енді біз тапамыздың астын сары майымызбен майлап аламыз жақсылап. Тапамызды жақсылап майлап болдық. Енді біз туралған пиязымызды жақсылап орнатып шығамыз. Пиязымызды орнатып болғаннан кейін үстіне картошкамызды дәл солай орнатып шығамыз. Картошкамызды орнатып болғаннан кейін үстіне тұзымызды және бұрышымызды сеуіп шығамыз. Тұз бұрышымызды сеуіп болғаннан кейін фаршымызды жақсылап үстіне жұқалықта орнатып шығамыз. Қолымызбен осылай жайып орнатып шығамыз. Фарштың орнына тауықтың етін және еттің өзін жұқалап турап қоссаңыздар болады. Тауықтың етімен де өте дәмді болып шығады. Фаршымызды орнатып болдық. Үстіне тағы да тұзымызды, бұрышымызды сеуіп шығамыз. Енді біз Mia Sapa французскийдің үстіне құятын сұйықтығымызды дайындап аламыз. 1 стақан сүтімізді ыдысымызға құйып, 2 жұмыртқамызды шағып аламыз. Және жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Бізде осындай масса шығу керек. Енді біз Mia Sapa французскийдің үстіне құйып шығамыз жақсылап. Барлық шетіне тигізіп құйып шығамыз. Құйып болғаннан кейін қызып тұрған духовкамызға 35-40 минутқа салып аламыз. Сол аралықта біз сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Біздің Mia Sapa французский тамағымыз дайын болып қалды. Енді теркадан өткізілген сырымызды бетіне жақсылап сеуіп шығамыз. Барлық жеріне тигізіп, сырымызды сеуіп шығамыз және үстіне туралған помидорымызды тізіп шығамыз. Помидорларымызды қойып шыққаннан кейін тағы да 15-20 минутқа духовкамызға салып аламыз. Міне біздің тамағымыз пісіп шықты, өте керемет болып. Жасалу өте оңай, асығыс кезде жасап көрсеңіздер болады. Тез дайындалатын тамақтардың бірі. Өте дәмді болып шыққан, жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздерге көптеген пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Динара ас болсын.